Сәлеметсіздер ме балалар, 2-ші сыныптың 101-ші сабағы. Бүгінгі сабақта екі амалмен шығарылатын есептерді шығаруды жалғастырасын. Бірінші есепте есепті шығар. Мектепте қазақтың салт дәстүрлі деп аталатын сайыс өтті. Оған әр сыныптан 4 баладан 8 сыныптың оқушылары қатысты. Бірінші сайыстан кейін 12 оқушы шығып қалды. Сайыстың келесі айналымына неше оқушы бала өтті? Қатысқаны 4-тен 8 сынып, шығып қалды 12 бала, өткені белгісіз. Енді біз барлығын анықтап алуымыз керек. Ол үшін 4 пен 8-ді көбейтеміз. 32 бала, 32-ден шығып қалған 12 баланы алып тастаймыз. Сонда 20 бала өтті. Жауабы сайыстың келесі айналымына 20 бала өтті. Екіншісі есепті шығар. Айнұрдың 43 теңгесі бар еді. Ағасы оған тағы 57 теңге берді. Бұл ақшаға Айнұр 2 құрт сатып алды. Бұл бір құрт неше теңге тұрады? Болды, 43 теңге және 57 теңгесі. Сатып алды 2 құрт. Бір құрттың бағасын анықтауымыз қажет. Ол үшін алдымен Айнұрдағы 47 теңгесі мен ағасы берген 57 теңгені қосып, қанша теңге болғанын анықтауымыз қажет. Яғни 100 теңге болды барлығы. Ал 100 теңгеден 100 теңгені бөлеміз 2-ге. Сонда 50 теңге болады. Бұл құрттың бағасы. Сонда жауабында бір құрттың бағасы 50 теңге тұрады. Үшінші есепті шығар. 2 тарелкеде 28 бауырсақ болды. Тарелкалардың бірінен бірнеше бауырсақ алғаннан кейін 2 тарелкеде 7 бауырсақтан қалды. Тарелкелердің бірінен неше бауырсақ алынды? Болды, 28 бауырсақ. Қалды 2 тарелкада 7 бауырсақтан. Алынғаны қанша? 7 мен 2-ні қалғандарын анықтап алу үшін 7 мен 2-ні біз көбейтеміз. Сонда 14 бауырсақ болады. Ал 28-ден 14-ті алсақ, 14 болады. Бұл тарелкелердің бірінен 14 бауырсақ алынған. Төртінші есеп. Мына өрнек бойынша есеп құрастыр және оны шығар дейді. 40 бөлу 5 қосу 20. Осыған есеп құрастыруымыз керек. Бірінші күні 40 килограмм, 5 килограммнан, екінші күні 20 килограмм, барлығы қанша деп тұр. 40-ты біз 5-ке бөлеміз, оған 20-ны қосамыз. Сонда 40 пен 5-дің бөліндісі 8, оған 20-ны қоссақ 28. Жауабы 28 жәшік сатылды. Бесінші есеп. Театрдың 2 кассасында концертке 800 билет болды. Бірінші кассадан 200 билет сатылғанда, онда 100 билет қалып қойды. Алғашқысында кассаларда неше билеттен болды? Бірінші кассада белгісіз 200 билет сатылып, 100 билет қалды. Екінші кассада белгісіз, ал барлық 2 кассада билеттер саны 800 болды. Енді біз 2 амалмен орындаймыз. 200-ге 100-ді қосамыз, 300. Яғни бірінші кассада 300 билет болған. Ал барлық билеттен осы 300-ді азайтатын болсақ, барлық билет 2 кассада 800, ал 800-ден 300-ді азайтсақ 500. Сонда бұл 500 екінші кассаныкі. Бірінші кассада 300 билет болған, екінші кассада 500 билет болған. Алтыншы есепті шығар. Мектеп кітапханасында 12 қазақ батырлары және 15 қазақ ертегілері кітаптары болды. Кітапханашы осы кітаптарды 3 сыныпқа теңдей бөліп таратты. Әр сынып неше кітаптан алды? Болды, 12 кітап және 15 кітап. Таратқан 3 сыныпқа, әр сыныпқа неше кітаптан. Ол үшін біз қазақ батырлары мен әлем ертегілері кітаптарының сандарын қосамыз. Яғни 12 мен 15-ті қоссақ 27 барлығы. 27-ні 3-ке бөлсек 9 кітап. Сонда жауабында әр сынып 9 кітаптан алды. Жетінші есеп. Сызбалар бойынша амалдарды орында дейді. 32 қосу 23-тен 55, 55-тен 19 айтамыз, 36. 8 бен 2-ның бөліндісі 4, 4 пен 27-ның қосындысы 31. 7 мен 5-ның көбейтіндісі 35, 86 мен 35-дің айырмасы 51. 8-ші есеп.
теңдеулерді шеш. X азайту жақшашында 19 қосу 19 тең 55. 19 мен 19-ды қосып, жай теңдеуге айналдырамыз. X азайту 38 тең 55. 55 пен 38-дің қосындысы 93. 93 азайту 19 пен 19-ның қосындысы 55. 55 тең 55. 17 екінші теңдеуіміз 17 қосу Y тең 47 азайту 17. Бұл күрделі теңдеулер. Күрделі теңдеулерді орындамас бұрын жай теңдеуге айналдырып аламыз. 47 мен 17-ның айырмасы 30. Яғни 17 қосу Y тең 30 деген теңдеу, жай теңдеу шықты. Біз енді белгісіз санды табу үшін 30 пен 17-ні азайтамыз. Азайтқанда 17 шықты. 17 азайтқанда 13 шықты. Y-дің орнына 13-ті қоямыз. 17 мен 13-дің қосындысы 30. 47 мен 17-ның айырмасы 30. 30 тең 30 болды. 8-ші есеп. 9-ші есеп. Есепті шығар. Анам 4 литр қымыз. Қымыздан 8 есе артық шұбат және шұбатқа қарағанда 6 есе кем сүт сатып алды. Анам неше литр сүт сатып алды? Қымыз 4 литр. Қымыздан қарағанда 3 есе артық шұбат. Шұбат белгісіз, сүт белгісіз. Ол шұбаттан қарағанда 3 есе кем. Ендеше, енді 12 мен 6-ны бөлетін болса, ол 2. Бұл сүттің өлшемі. Жауабы шұбат 12 литр, сүт 3 литр. 10-ші есеп. Тиісті амалдар таңбасы мен сандарды қой. 6 қосу 4 азайту 2 тең 8. Екіншісінде 18 бөлу 2 көбейту 4 тең 36. Бұл жерде біз жоқ сандарды қойдық және амалдар таңбасын қойдық. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңдар.